Ауzu биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті, қадірменді жақсылар. Бүгінгі тақырыбымыз ғаламтордағы алаяқтан сақтану. Енді білесіздер, жаһандану 21 ғасырда өмір сүріп жатырық. Қазіргі күнде біздің заманымызда көптеген нәрселер дамып кеткен. Енді ғаламторда неше түрлі пайдасы да, неше түрлі зияны да бар. Ғалымдарымыз айтқан секілді, күллі аламу қариятын сағира деген, барлық әлем бір кішкене ауыл секілді боп қалады деген, сол кезге біздің уақытымыз түсіп тұр. Сол себепті барлық әлемдегі жаңалықты көру, жақсылықты, жамандықты көруде осы ғаламторда болып жатады. Ғаламтордың пайдасы әрине өте көп. Онымен алыс жеріңді жақын қылады, біреумен хабарласуыңды да жақын қылады. Тіптен келген оқта, білімге келген оқтада, ілім алуда ода жеңілдігі бар. Ақшаны біреуге салсаң да, ол да сол сияқты жеңілдіктері өте көп. Ал енді ғаламтордағы зиянды нәрселер де бар. Ода неше түрлі жалған ақпараттарда жүреді, жалған малуматтар да өте көп. Сол себепті біздер ғаламторда неше түрлі алаяқтар бар, шоттан ақша алу секілді, немесе звондап, алдап, алаяқтықпен үлкен кісілерге жаңағы неше түрлі жалған сөздерді айтып, сіздің туысқаныммын, осындай ақшаға мұқтаж едім деген сияқты алаяқтармен, алдау, арбаумен, неше түрлі жаманшылық пиғылдармен, әдеттермен көптеген адамдардың ақшасын алып, ұрлап жатқандар да бар. Сол себепті құрметті, қадірменді қалайық, бұндай малуматтарға біздер алданбауымыз керек, сақ болуымыз керек. Біздің енді бұның пайдасы өте көп қой. Ілім алам десе де, тіптен келген оқта сыртта, басқа жақта оқып жатқан інілеріміз болсын, бала шағамыз болсын, олармен тілдесіп хабарласу үшін де осы ғаламтор арқылы байланысқа түсеміз. Бұның көптеген пайдасы да бар. Ал енді бір жағы жастарымызға зиян жағы да көп. Сол себепті балдарымызды тәрбиелеуде, тәлім беруде осындай нәрселерді үйреткеніміз дұрыс болады. Ал енді көптеген кісілер болып жатады, сондай алаяқтардың арбауына түсіп, неше түрлі алдауларға түсіп қалып, жаңағы алданғаннан кейін заң органдарына барып жүгініп жатады, ол жаңағы шешілмей қалып жататын жағдайлары да бар. Сол себепті құрметті жақсылар, Алла Тағаланың берген нығметі көп, біздерге берілген бұл да мүмкіншілік, үлкен мүмкіншілік, бірақ бұны жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар, оны біздер байқауымыз керек. Алла Тағала осы айтылған насихатымызға амал өтуді, өмірімізді жақсы амалдармен безендіруді, әділ, адал болуды, шын жолмен жүруді, өзімізді өзіміз тәрбиелеуді, өзгенің мүлкіне қол сұқпауды біздерге Алла Тағала нәсіп етсін. Енді ондай алдап жүрген жандар болса, ол кісілерге Алла Тағала хидаят берсін, жүректеріне иман берсін, тура жолда жүруін нәсіп етсін. Рабби анзила мубарак анта хайру мунзилин. Алла Тағала баршамызды амандықта, жақсылықта жолықтыруды нәсіп етсін.